Дыбыстың шағылуы деген не? Сабақта. Дыбыстың шағылуы деген не екенін түсінесің. Дыбыстың таралу бағытын не өзгертетінін білесің. Тірек сөздер. Дыбыстың шағылуы. Жаңғырық. Сәйкестендір. Аудио жазбаларды тыңдап, суреттермен сәйкестендір. Бұл дыбыстардың таралуында қандай ерекшелік бар? Түсіндір. Негеш пен Эврика қайда келді? Олар дыбыстың қандай қасиетін зерттеді? Бағыттамаларға қарап, дыбыстың таралу бағытын болжа. Бұл дыбыс неліктен пайда болады деп ойлайсың? Дыбыс шағылуы мүмкін бе? Дыбыстың кедергіге соғылып, қайтадан кері қайтуын дыбыстың шағылуы дейді. Зертте. Шағылған дыбысты қалай естуге болады? Бақыла. Суреттердегі құбылыстарды түсіндір. Мұндай құбылысты тағы қайдан кездестіруге болады? Дыбыс толқыны да жарық сәулесі сияқты шағылады. Дыбыс алдында тұрған кедергіден шағылып кері қайтады. Егер дыбыс көзі мен кедергінің арасы жақын болса, адам дыбыстың шағылғанын сезбей қалады. Ал егер ара қашықтық үлкен болса, шағылған дыбыс бірнеше секундқа кешігіп естіледі. Адам жаңғырықты міне осындай кезде естиді. Сызбадағы сөздер: шағылған дыбыс, дыбыс көзі, дыбыс кедергі. Сипатта. Аспаптардың дыбысы қалай күшейеді? Суреттегі аспаптар: жетіген, домбыра, саз-сырнай, гитара. Ойлан. Орманда адасып кеткен адамның тұрған орнын дауысының естілуіне қарай анықтау қиындық туғызады. Неліктен? Сен білесің бе? Кемелерде судың тереңдігін өлшейтін арнайы құрылғы эхолот қолданылады. Құрылғы су түбіне дыбыс жіберіп, оның шағылып қайтқан уақытын есептеу арқылы тереңдікті анықтайды.